Қалаулым арқылы көпшілікке танылған Ырысбала Экранбай менің өмірім бағдарламасында атышулы жобаға күйеу шақырғанын айтты. Жұлдыз болуға асықтым, сөйтіп қалаулымға күйеу іздеп шықтым. Ол бағдарламада мені болашақ күйеуім шақырған болатын. Аталмыш жобада ақша төленетіні анық. Себебі қаншама адам ол жерде ай бағып шошқа тағалап отырмайды. Менің айлығым 150 мың теңге болды. Сосын мен бағдарламаның үлкен продюсеріне жолығып, олардың айтқандарының бәрін жасамайтынымды айттым. Көбіне мінезіме байланысты қарама-қайшылықтар, кикілжіңдер болды. Сөйтіп мен 150 мың теңгеге қарап отыра алмайтынымды, жұмыс істеу керектігін де айтып едім. Айлығыңды өсіреміз деген уәдесін алдым. Арада 2 ай уақыт өтті, алайда берген уәдесін орындамаған соң қолымды бір сілтеп мен де кетіп қалдым. Ол кезде менің күйеуім қалаулымда оператор болып жұмыс істеген, мені де шақырған сол болатын, деді блогер. Ол өзінің ең үлкен өкініші барын да жасырып қалмады. Қалаулымда қатысушы болып жүрген кезде біраз қателік болды. Анамды аз жылатпадым, сол үшін қазір өкінемін. Қалаулым өмірімдегі ең үлкен өкінішім. Абайлап байқап жүріңіз, қалаға келген қара қыз дейтін өлең жолдары бар ғой. Ауылда келген сіңілдеріме осы сөзді айтатын едім, деді ол өз сөзінде. Блогер атышулы жобаға қатысушы болған жақындары, туыстары, ата-енесі қалай қабылдағанын айтып берді. Менің бетіме келіп ешкім айтпады, бірақ ауылдың ішінде бауырларымның бетіне салық қылып, анамды айыпты қылыпты. Ауылдың үлкендері менің ісім үшін анамды жөнге салмақ болып, көптің көзінше ұрысқан көрінеді. Анамның солай жылап кеткен кездері болған екен, оны маған кейін өзі айтты. Қазір өзім қыз өсіріп отырмын. Енді мен жасаған қателіктерді қызым қайталамай-ақ қойса деймін. Күйеуім сол жобада жұмыс істегендіктен мені толықтай түсінеді. Қазір бұл тақырыпта мүлдем қозғамаймыз. Бәрімізде түсініспеушілік болды. Енеме де сөз қайтарған кездерім болды. Қайынәпкемнен де ұрыстым. Бірақ қазір соған қатты өкінемін, деді Ырысбала.